көріп тұрсыңдар? Атайықшы. Көк, қызыл, сары, жасыл. Жарайсыңдар. Бүгінгі яғни біздің тақырыбымыз түстер әлеміне саяхат деп аталады. Кәнеке келе ғой көзайым. Бір түсті таңдап, оның жәшігіне сала ғой. Қызыл түсті. Жарайсың. Тақтайсың. Сары. Сары түс қайсың? Жасыл. Жарайсың. Отыра. Келе ғой. Сен қандай түсті таңдайсың? Көк. Сосын. Жасыл. Қайсы жасыл жәшікқа жарайсың. Жарайсың. Отыра. Келе ғой. Көк, қызыл, көк, жасыл, қызыл. Келе ғой. Айзабек, келе ғой. Қайсы? Жасыл қайсы? Жасыл жәшік. Қайсы? Жарайсың. Келесі көк, сары, қызыл. Жарайсың. Келе ғой Айнұр. Сала ғой. Сен қандай түстерді білесің? Атай қойшы. Қандай түс ол? Қызыл. Мынау қандай түс? Сары. Жасыл. Жарайсың. Келе ғой Расыл. Қандай түсті? Көк. Атын аташ қандай түс бұл? Жасыл. Жарайсың. Мынау қандай түс? Қызыл. Сары. Жарайсың. Балалар, біздің келесі ойын жаттығуымыз түстер бойынша топтасу. Кәнеке, қараңыздаршы барлығыңыз маған. Мына жерде қандай түс мынау? Қызыл. Одан кейін жасыл. Сосын сары. Енді балалар қараймыз. Мына жерде қандай түс жоқ? Қандай түс жоқ? Қараңызшы. Көк түс жоқ, иә? Енді мен сіздерге мына жерге сары, жасыл, қызыл түсті тастаймын, иә? Осыған балалар топтасамыз. Кімнің қолында қандай түс бар? Сол бойынша топтасамыз. Келіңдер. Қызыл. Бұл жерге тұрамыз. Қызыл. Сенікі қандай түс? Сары, иә? Жасыл, Айна. Келе ғой, Әміре, сен қандай түс таңдадың? Қайсысы? Жасыл ма келе? Көзайым сенікі жасыл, иә? Енді топ бойынша бірігіп жұмыс жасаймыз. Кәнеке. Мына жерде күннің суреті бейнеленген, иә? Күнге қалай жетеміз? Қарашы мені. Былай апарып, күнге жетуіміз керек, иә? Ал балалар, сендердікі қандай ойын келесі? Қараймыз. Расыл? Алма. Алманы құрастырамыз, иә, кәнеке? Ал сендердікі балалар? Фонарик ойын, иә? Мына жерде қараймыз, қандай жеміс бар? Қарашы. Сары түс, қандай сары түс жеміс болады? Қара, сары түс қандай жеміс болады? Көк түсте қандай жеміс бар? Табайықшы балалар. Апамен қалмақ. Жарайсыңдар. Сенде қандай түс бар екен, Расыл? Ішінде не бар екен мынада? Клубника бар екен, иә? Қызылда. Сарыда не бар екен? Ананас бар екен сарыда балалар. Кетімді сұрды. Балалар, енді мына жерде ертең ойын ойнаймыз, иә? Қараңыздар. Балықты құрастырамыз, иә? Түстерге байланысты, иә? Кәнеке, құрастыра қояйық.
түстерге байланысты еркін ойынымызды ойнай қояйық. Балалар, еркін ойынымызды ойнап болсақ, сендер шаршадыңдар ма? Ендеше ортаға барлығымыз сергіту жаттығуын орындай қояйық. Келіңіздер.